Аян. Бәрекелді құрметті көрермен, біздің Үндістанға деген саяхатымыз басталды. Бүгін Қазақстандағы Үндістан елшілігінің мәдени орталығына 30 жыл осындай атаулы күнге орай бізге мәдени орталықтан арнайы шақыртылған қонақтар келді. Соларды шақыртуға, таныстыруға рұқсат етіңіздер. Санджай Види, Қазақстан Республикасының Үндістан елшілігінің бірінші хатшысы, Свами Вивекананда мәдени орталығының директоры. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Және Әсет Кәкімжанов, аудармашы. Келіңіздер, жоғары шығыңыздар. Түрлетіңіздер. Санжай мырза, мына жерге отырсаңыз болады. Қай жерге ыңғайлы? Мына жерге отырсаңыз. Келіңіздер. Әсет мырза, сіз осында отырасыз ба дейді. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. 30 жылдық мерейтой құтты болсын дейміз. Және де біздің ал енді жаңа билеген әртісімізді шақырайық та. шақырайық. Аткар Хеман, Видия Гаури, Свами Вивекананда мәдени орталығының хореографы. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Намасте. Қайырлы таң. Үндісше қап білмей тұрмын да. Айтпесе ортаға Аружан қасына келіп отырыңыз деп айтар едім. Бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Енді білуімше, бүгінгі күнді сіздер ерекше атап өтеді екенсіздер. Бүгінгі күнді не істейсіздер, қалай атап өтесіздер, айтып кетсеңіздер. So you are going to celebrate this day, and just to make some, more information about how you're going to celebrate this day today. Actually, Cultural Center is a family place for our Kazakh friends. So every day of the other day, we have celebrations going on. Excuse me, sir. Your Тікелей эфир болған сондай болып тұрады. Иә, бізде бәрі лайф режимде. Және бізге айтқан алғашқы жауабын қайталап айтуын сұрады. So Swami Vivekananda Cultural Center is a family place for the Kazakh people. So they come there, for the yoga classes, music classes and dance classes. So it's like a celebration of every day. We have so many festivals. So 30th anniversary is very important for us. We are going on, many things are going on for this occasion. And very soon we are going to celebrate one event promoting yoga at the Central Park of Astana. And after that we are also going to celebrate this anniversary at Triathlon Park. And then we are coming with the International Day of Yoga. Жоспарлар өте көп. Әсет мырза, өзіңіз айтып берсеңіз. Свами Вивекананда мәдени орталығы Үндістан елшілігінің бұл бір отбасы секілді. Біздің студенттер бізге үнді йогасы, үнді биінен, классикалық халық биінен және де үнді музыкасын үйренуге, үнді кітаптарын оқуға келіп қатысады. Осы көптеген іс-шаралар мәдени орталықта өткізіледі және де тек Астана қаласының Қазақстанның барлық түкпірлерінде іс-шара өткіземіз. Жақын арада 28 күні Астана орталық саябағында және 29 күні Астана триатлон паркінде йога бойынша іс-шаралар өткізіледі кешкі 6-да. Және де ең үлкен шара келе жатқан жақын арада бұл 21 маусым күні халықаралық йога күні тойланады. Тамаша. Мен мынандай нәрсе Адгар ханым деп айтқан дұрыс шығар, Әсет мырза? Мисс Видия говорю, you can say. Видия, you can say. Видия ханым. Видия ханым, сіздер білулеріңіз керек. Бізде Қазақстанда мектептерде, Әсет мырза жақсы түсінетін шығарсыз, қыз сыны, жігіт сұлтаны деген сияқты, күзгі бал деген сияқты шаралар өткен сайын міндетті түрде үнді биін билейтін бір қыз болады. Алдымен соны бір аударыңызшы, комплимент ретінде ғой енді. So maybe in Kazakhstan, in the schools, in universities, regular competition among boys and girls. There is autumn ball and all this, big celebration. During that time, during that competition, there must be one person, one girl who will perform Indian dance all the time. Міндетті түрде, және де сіз енді хореограф маман ретінде жаңа бізге паш еткен биді, әнін жаңа мағынасын айтсаңыз. Өйткені әуенің сарынында мен Украин, орыс, славян халықтарының бір несі естілді, әуен естілді. Ал қарап тұрсаң, бірақ үнді қимылы. Не білдіретін, не жайында? So you just performed a nice performance. Just can you elaborate and give more information about this dance and the music that you used during this performance? So
This was like an experiment we started with I see. to not today, of course we tried it, we performed it previously also, but it was well accepted by the audience, and that's why we performed it today. Okay, and it is actually Kazakh very famous composition, Shashu. We have taken the music from Kazjebek composer, and I tried to choreograph it to the Kathak. Kathak is Indian classical dance form, so the movements I used, the technique I used from the Kathak dance, Indian dance moves to the Kazakh music. Бұл алдарыңызда өнер көрсетілген бұл Қыз жібек операсындағы шашу деген бөлімі. Сол шашу бөліміне бұл біздің жасап жатқан бір қазақ үндіні жақындастыратын бір үлкен бір тәжірибе деп айтуға болады. Алдында да өнер көрсеткенбіз, және қазақ аудиториясы өте жақсы қабылдады. Сол себепті алдарыңызда осы өнер көрсеттік. Ал би бұл үндін классикалық биінің бірі Катхак биі. Катхак. Керемет. Енді жалпы Санжай мырза осы лауазымда 2 жылдай отыр, көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Маған өзіме қызығы, ең алғаш келген кезде қандай да бір біздің дәстүрімізге, тамаққа бір қызығушылық болды ма? Нені біліп келді деген сынды сұрақ алдырып берсеңіз. Yeah. So you were here more than 2 years, as you mentioned. So when you just arrived, what you would like, something new about traditions, about food, about lifestyle, some similarity between two countries, what you found out here? Yeah, there were many similarities between the Indian Kazakh culture. For example, when I came, so I was received at the airport with warm hospitality. With my colleague, he himself was there present. So this is one of the features that, hospitality is famous. Kazakh hospitality and Indian hospitality is famous all over the world. Second is the family values. Then third is the traditions. Then fourth is the love for the nature. And then, marriages. Marriages are lavish both in India and in Kazakh. So I had the chance to see Kazakh marriage also. So I liked it very much, and it is, celebrated with a grand, show, and so much celebration, dance, music, food. So it's really great. Әрине, Қазақстанға келген бойда біздің әріптестерім мені өте қонақжайлы әуежайда қарсы алды. Қонақжайлылық бұл екі елді өте ұқсас нәрсе деп айтуға болады. Ол әлемге танымал үндістандық және қазақстандық қонақжайлық. Сонымен бірге отбасылық құндылықтар бұл жерде өте жақсы екен. Бұл жердің дәстүрлері, осы Қазақстандағы барлық өтіп жатқан іс-шараларда, мысалы үйлену тойына, мен қазақтың үйлену тойларына бардым, көре алдым бірнешеуін, маған қатты ұнады, және де бұл өте әдемі, үлкен іс-шара. Бізде Үндістанда дәл осылай осыны тойлайды. Кішкентай кезімізде көріп өстік қой Үндістанда қалай үйленіп, қалай махаббат деген сезімдердің патшайымына қандай құрметпен қарайтын. Ойбой, бізде енді сөз тіркесінде қалыптасып кеткен ғой, тегі бір үнді махаббат болып кетті ғой мына деген сияқты. So in Kazakhstan we have seen it from our childhood, that Indian cinema, and we have even the idea that Indian love, that pure love, deep love, and this understanding is there in Kazakh traditions. Тамаша, енді негізгілерге тоқталып өтейікші. Жаңа Санжай мырза айтып отыр, Қазақстанның басқа өңірлерінде де шаралар жоспарланып отыр деп. Қазір бізді көріп отырған көрермен үнді киносын, әнін, биін жақсы көретін қауым өз өңірінде қашан күтеді, яғни осыншасыншы күні мына бір өңірде боламыз деген сияқты айтса. So you just mentioned that you are doing events in Astana, Almaty, like all over Kazakhstan. So can you please share what is the next time when they can see these performances or some other events related to cultural center in their cities all over Kazakhstan? So we have, in 2021, when I arrived here, in 2022, so we signed the cultural exchange program. So under this cultural exchange program last year, many Kazakh groups went to India for performances. So this year we want to invite Indian groups to perform in Kazakhstan. We are also trying to have Indian participation in the forthcoming Nomad Games. And of course, our International Day of Yoga is going to be a very big event. And also we are doing some educational projects. We are cooperating with Kazakh universities and to work with Indian universities. We have so many medical students, we are looking after them also. So basically our relation is based on people to people connect.
So even whatever we are doing at governmental level, but many things are happening at the individual level also. 2022 жылы мен осы лауазымға тағайындалғаннан кейін үлкен бір жетістіктердің бірі ол екі ел арасындағы мәдени алмасу бағдарламасы қол қойылды 2022-2025. Осы мәдени алмасу бағдарламасы аясында қазақстандық танымал топтар бірнеше топ, яғни 6-7 топтар соңғы жылдың ішінде өзінде Үндістанға барып қазақ өнерін паш етті. Осы үлкен бір жетістіктердің бірі. Сонымен бірге Қазақстан аумағында біз жергілікті жерде іс-шаралар өткіземіз. Мысалы, үнділік студенттер бар. Басқа да мысалы қазақстандық жоғары оқу орындары мен үнділік жоғары оқу орындары арасындағы байланысты орнату біздің мақсат. Адам мен адам байланысын орнату бұл негіз мақсат. Себебі мемлекеттік деңгейде іс-шаралар өткізілсе де, ең басты деңгей бұл адам мен адам қатынасы. Осындай деңгей және де жаңа айтып өткен халықаралық йога іс-шаралары Қазақстан 20 Астық қаласында 21 маусым күндері өткізіледі. Тамаша. Біз құрметті көрермен байқап отырған шығарсыздар, бір құдды үнді қазақ бір туған болып отырып сұхбат көріп отырмыз. Егер де осы үнді халқының өкілдеріне өздеріңізге қызық бір сауал бар болса, қойсаңыздар болады. Мархабат, эфир желісі әдеттегідей ашық. Біз қазір жарнамалық үзілістен кейін сұхбатымызды жалғастырамыз және де мәдени орталығы болғандықтан сіздерге мәдени алып келген тосын сыйы бар. Міндетті түрде хабарда болыңыздар, жіберіп алмаңыз. Оян. Тамаша. О, керемет. Рахмет көп-көп Үндістан мәдени орталығының әртістері дейші. Сау болыңыздар. Расымен де жаңа айтып кетті ғой, әр іс-қимылдың өзінің мағынасы бар екен. Мысалы, жаңа ғана біз білдік, мысалы, бұл қимыл көрсетейін, бұл деген мен айнаға қарап тұрмын, мен сұлумын деген білдіреді екен. Алмас, сен жаңа бір іс-қимыл үйрендің ғой. Бұл сіз сұлусыз дегенді білдіреді екен. Енді дәл осы бидің мағынасы бар екен айтып кетсеңіздер, қандай нені білдіреді? You just taught them few movements that they showed you. So just please explain about this Garba dance. Garba is a folk dance from the state of Gujarat, and it is celebrated it is dedicated to the woman power, you can say, and we are very happy and we chose this dance for today because this year it has been enlisted in the UNESCO's intangible heritage list. Бұл би, бұл Гуджарат штатының халық биі, аты Гарба. Осы Гарба биі негізі әйел адамдардың күшіне, әйел адамдардың жетістіктеріне арналған. Неліктен біз осы биді таңдап сіздердің алдарыңызға паш еттік? Осы жылы осы би ЮНЕСКО-ның бөлшегі, яғни ЮНЕСКО мен ресми түрінде танылған би және құндылықтардың қатарына енгізілді. Бәрекелді, тамаша. Біз енді жаңа Санжай мырза айтып отыр ғой, біз Қазақстанда әр жерде үнді биін билей алады деп, жаңа өзді 2 жыл жұмыс ішіндегі негізгі жетістігім қазақстандық өнерпаздар қазақ мәдениетін тарихын алып барып Үндістанда паш еткен екен. Енді алдағы уақытта Үндістанда да қазақ биін, қамажайын, қара жорғасын билеп жатар, осы бір жетістіктің арқасында қалды уақытта. Сол алғаш Үндістанға қазақстандық өнерпаздарды алып барған кездегі үндістандықтардың реакциясы, ой пікірі қандай болды екен? So you just mentioned that during this from 2022 many Kazakh group visited India. So also maybe soon they will dance Kazakh dances like Karajorga and Kamajay. And so what is the response from the Indian audience about the Kazakh visiting groups this year? I must say that, Kazakh dances, ethnic dances and folk dances are very colorful, very bright,
and everywhere they went all over different cities of India, different groups, and everywhere they received huge response of the public. Even this music group which went from the Pavlodar and Astana, Mr. Afzal, Petropal. So they visited India and they performed in Delhi, Mumbai, Mysore and Bangalore. So everywhere the response was very huge. So I can say for sure that Kazakh culture is very receptive in nature for Indians. Қазақтың ұлттық биі, қазақтың этникалық биі Үндістанда өте жақсы қарсы алды. Себебі өте әдемі, түрлі түсті киімдері, барлық берілу үнді билері керемет, өте жақсы қарсы алды. Сонымен бірге үлкен бір жетістіктен бірі қазақтың ұлттық билері емес, қазақтың классикалық өнері, классикалық музыкасы Үндістанға сапар шекті. Осы жылдың қаңтар айында доктор Субраманиям шақыртуымен маэстро Абзал Мухиддин бастаған 81 адамдық оркестр Үндістанның 4 үлкен орталығында Делиде, Бангалорда, Майсорда және Мумбайда өнер көрсетті. Осы концерттер мыңдаған адамдар, мен өзім жеке бардым, сол кісілер кортеж 3000-нан 5000-ға шейін әр концертте. Барлы ду-қол шапалақ, аншлаг, бұл қазақстандық өнердің үлкен жетістігі болды. Және әр басталған алдында домбыра ойнатылды. Бұл деген керемет жетістік. Тамаша, бәрекелді дейміз. Енді құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер, біз қазақ үйге табалдырықты аттап келген қонақты әрқашан барынша өзіміздің қонақжайлығымызды көрсетіп қарсы аламыз да ешқашан құр қол жібермейміз. Сондықтан біз сіздерге арнап дайындаған хабар арнасы Оян таңғы хабар атынан сіздерге кішігірім дайындаған сый-сияпаттарымызды Хәдесімізді қабыл алыңыздар және сізге де Әсет мырза көп рахмет. Күшті аударады екенсіз. Енді алдағы уақытта біздің Үндістанға бару жассын. Өз-өзімізді жаңа айтып отырған концертті өзімізде көріп қалуға жассын дейміз. Қазақстан мен Үндістан арасындағы мәдени де, саяси де ынтымақтастық, достығымыз мәңгілік болсын деп. So let our friendship will be there for eternity. Көп рахмет. Рахмет сізге көп-көп. Тамаша, енді құрметті көрермен, біз сіздер ортадан кетпеңіздер, біз ары қарай материалға кезек беріп жіберуіміз мүмкін. Токио тұрғыны бар екен, Мисаки есімді, оның есімі қазақша Айгүл деп аударылады екен. Себебі ми ол және де Саки ол айдай сұлу сымбатты дегенді білдіреді екен. Жалпы одан да бөлек себептер бар, оның барлығын дәл қазір сюжеттен көресіздер, алыстамаңыздар.